Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Осы видеода шелпектердің рецептімен бөлісетін боламын. Біздің жақта жеті нан деп айтады. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып. Менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Алдымен аппарат дайындаймыз. Ол үшін жылы суға қантымызды, дрожжды салып, ұн салып, жақсылап түйіршік болмайтындай етіп араластырып аламыз. Бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Апарамыз дайын болды. Осы дайын апарамызды алып, үстіне жылы суымызды құямыз. Міндетті түрде суымыз жылы болу керек. 2 ас қасық май құямыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ұнымыздың жартысын қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қалған ұнымызды саламыз. Қолмен жақсылап илеп, иін қандырып, жылы жерге бетін жауып, 40 минуттай немесе 1 сағаттай қалдырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бауырсағымызды қуыруға кіріссек болады. Алдымен 7 бөлікке бөліп аламыз. Бөлген бөліктерімізді осылай жақсылап тағы да жасауымыз қажет видеодағыдай. Табамызды қыздырып, жететіндей етіп май құямыз, жақсылап қыздырамыз. Орташа отта пісіретін боламыз. Нанды мықты үлкен етіп жаймаңыздар, шамамен 20 см қылып жайсаңыз болады, себебі піскен уақытта нан өзі үлкетін болады. Енді келесі бетін аударатын боламыз. Мінекей асты жақсы болып пісті, қызарып. Нанымыз дайын болды. Енді түсіріп аламыз. Осылай келесілерін де жалғастырып қуырып аламыз. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып, лайк басып жіберуді ұмытпаңыз.
Осымен шелпектеріміз дайын болды. Дәмді, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Нұр Айым. Алда әлі де күшті рецепттер болады. Каналыма жазылыңыз міндетті түрде. Сау болыңыздар.